Сәлеметсіздер ме? Сіздер Мизан Қарағай. Бүгінгі видеомызда математика 6 сынып тжб видеосы 490. Бұл екінші нұсқа, бірінші нұсқа видеосы каналда бар, қарасаңыздар болады. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер, оларда тжб-ға жақсылап дайындалсын. Басқа пәндерден тжб видеоларын қарағыларыңыз келсе, басқа нұсқа каналына өтіңіздер, сілтемесін комментарийде немесе видеоның астына қалдыратын боламын. Қазіргі видеомызды талқылайтын мына 7 тапсырма екі айнымалының тәуелділігіне байланысты, тура пропорционалдықтың графигі, осы тапсырмаларға байланысты болмақ. Видеоны соңына дейін қарап түсініп алсаңыздар, ертең бақылау жұмыстарыңызды өз күштеріңізбен дұрыс орындай аласыздар деген ойдамын. Сондықтан бастайық. Бірінші тапсырма. Берілгендер қатары 13 натурал саннан тұрады дейді. Осы қатардың қай сипаттамасы бөлшек сан бола алады дейді. Қай сипаттамасы бөлшек сан, яғни 13 сан берілген алдымызға. Енді қараңыздар, медиана дегеніміз сол 13 санды өсу ретімен орналастырып, яғни кішісінен үлкеніне шейін өсу ретімен орналастырып, соның дәл ортасында тұрған сан осы медиана болып табылады. Яғни ол бөлшек сан болмайды. Енді өзгеріс ауқымы деген не? Осы 13 санның арасынан ең үлкен сан мен ең кіші сан азайтқанда шығады. Ол да бөлшек сан болмайды. Мода дегеніміз осы 13 сандардың арасындағы ең жиі кездесетін сан сол мода деп айтылады. Арифметикалық ортаны табу үшін біз сол 13 санды бір-біріне қосып 13-ке бөлу керекпіз. Сонда міне арифметикалық ортаны тапқан кезде бөлшек сан болуы мүмкін. Демек сол С нұсқасын біз белгілейміз. Екінші тапсырма. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемі В, табанының қабырғалары 4 пен 3, биіктігі h деп белгілейді. В көлемнің h биіктігі тәуелділігінің формуласын көрсетіңіз дейді. Көлемді табу үшін біз табанындағы ұзындығы мен енін көбейтіп, биіктікке көбейтеміз. Яғни осы 3 өлшемді сәйкесінше 4 көбейту 3 көбейту h болады. Сәйкесінше V тең 12 h болады деген сөз. Демек, мынау Б нұсқасы біздің дұрыс жауабымыз. Үшінші тапсырма. Координаталық жазықтықта y тең 2x графигін салуымыз керек. Y тең 2x функциясының. Енді қараңыздар, y тең 2x функциясының графигін салу үшін кішігірім кесте құрамыз. Андай бір. Сосын кейін біз бұл енді тура пропорционалдықтың графигі болғаннан кейін x-ның орнына бірінші 0 бере салсақ, 2-ге 0-ді көбейтсек 0. Сонда 0-ден 0 деген бізде бірінші нүктеміз. Тура пропорционалдықтың графигі басты нүкте арқылы өтеді ғой. Сосын мысалы кез келген өзімізге ыңғайлы сан бере береміз. Менің координаттарым 10 деген санға шейін белгілен, сонда сіздер өзіңізге кішкентай 5-ке дейін ғана салсаңыздар да болады. Соған ыңғайлы аз сан берсеңіздер де болады дегенім ғой. Мысалы 3-ті берсем де болады. Сонда x-ның орнына 3 қойсақ 6 шығады, мінекей. 0-ден 0 деген нүктеміз мынау. X-те 3-те 6 шықты. Мен x-ның 3-ті іздеп, y-тен 6-ны іздеймін. Міне, екінші нүкте мінекей мынау. Демек, осы екеуін сызғыштың көмегімен қосатын болсаңыздар, y тең 2x функциясының графигі шығады. Төртінші тапсырма. Береке кафесінде 2 апта бойы үйге жеткізілген тапсырыстардың саны тіркеліп отыр. Берілгендердің қатары мынандай дейді. 37, 35, 33, 43 деп 14 сан берілген. 2 апта болғаннан кейін 14 күн ғой. Осы қатардың өзгеріс ауқымын, арифметикалық ортасын, модасын және медианасын табыңыз дейді. Бірінші, бұларды таппас бұрын мына сандарды өсу ретімен, яғни ең кішісінен ең үлкеніне шейін реттестіріп жазуым керек. Бұл жерде ең кіші сан бұл жерде 31 секілді. Мінекей 31. 31-ді қошап қояйық. 31. 31-ден соң 33-ті көріп тұрмын. 33 2. 33 бұл жерде 2. Біреу 2. 33-тен кейін бізде 34, кәнекей, біреу 34, 34 тек қана біреу екен. 34-тен кейін 35, 35 саны, біреу, 2, 3 рет кездескен. 35 саны 3 рет кездескен, сондықтан 3 рет жазамыз. 35, 35, және де 35. 37 санын қараңыздар, 1 рет кездескен. 37. Сонан соң 42 саны. 42 саны 1 рет қана кездескен. Ал 43 саны болса 43 біреу, 43 екеу, 43 үшеу, 43 төртеу, 43 бесеу. 43 саны 5 рет кездескен екен. 2, 3, 4,
бесеу. Мінекей осылай біз өсу ретімен жазып аламыз. Сонда 14 сан болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 сан. Енді кірісейік. Өзгеріс ауқымы. Бірінші өзгеріс ауқымын сұрады. Өзгеріс ауқымы дегеніміз ең үлкен саннан ең кіші санды азайту. Бізде болады 12. Өзгеріс ауқымы 12 деген сөз. Келесі арифметикалық орта дейді. Арифметикалық ортаны қазір қалдыратын соңына. Келесі үшіншісі модасын. Так, ауқымын таптық. Модасы дегеніміз ол ең көп қайталанған сан. Бізде 43 санын қараңыздаршы, 5 рет қайталанды ғой. Сонда бізде модасы сол 43 болады. Соңғысы медианасы. Медиана дегеніміз ең қақ ортасында тұрған сан ғой. Қақ ортасында қандай сан тұр? Мысалы қарайтын болсақ, қақ ортасында яқтан так 3 мынау 7 сан. Мына жерде 7 сан. Қақ ортасында ешқандай сан болмайды. Жұпқа бөлінгендіктен біз мына қақ ортасындағы 2 санды қосып 2-ге бөлеміз. Сонда 35-ке 37-ні қосып 2-ге бөлеміз. 7 5 7-ге 5 қосса 12, 72 болады. Сонда бізде 36. Мінекей. Сонда медианасы 36 деген сөз. Енді келесі кезекте арифметикалық орта балар. Арифметикалық ортаны табу үшін осы сандардың барлығын қосып бөлеміз. Осы сандарды аламыз да барлығын қосамыз. Арифметикалық ортасын табу үшін қосу деп жазып қояйық бәрінің арасына. Осылардың бәрін қосамыз дағына. Қанша сан жалпы? 14 саны ғой. Соны 14-ке бөлеміз. Барлығын қосамыз да бөлеміз 14-ке. Қазір есептеп көрейін. 530 шықты барлығын қосқан кезде. Яғни 530 бөлінген 14. 514 14-ке қалдықсыз бөлінбейді. 2-ге қысқарту керек. 14 2-ге бөлсек 7, 532-ге бөлсек 265. Сосын кейін 265-ті енді 7-ге бөлсек қалдық 37-тен екен. 37-ні көбейтеміз 7-ге болады 259. Сонда 6 қалып тұр. Сонда 37,7-ден 6 деген сан біздің осы арифметикалық ортамыз болады. Мінекей балалар осындай. Өзгеріс ауқымы дегеніміз ең үлкен саннан ең кіші санды азайту. Арифметикалық орта дегеніміз барлық сандарды қосып қанша сан болса соншаға бөлу. Мода дегеніміз ең көп, ең жиі кездескен сан. Медиана дегеніміз өсу ретімен орналастырғандағы ең ортасында тұрған сан. Ең ортасында сан жоқ болса, яғни жұп болатын болса сандары, онда екеуін қосып 2-ге бөлеміз. Мінекей. Бесінші тапсырма. Саяхатшының жүру графигі суретте көрсетілген. График бойынша сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Саяхатшы үйден шыққан соң 4 сағаттан кейін үйден қандай қашықтықта болды? Яғни біз бірінші мына жердегі сағатқа қарайық, 4 сағатқа қарайық. 4 сағаттан кейін барып графикке баратын болсақ, көріп тұрғандарыңыздай 8 сағатқа тірелеміз. Демек есебіміздің сұрақтың жауабы 8 километрде болған 4 сағаттан кейін. Келесі сұрақ. Саяхатшы аялдамаға қанша уақыт жұмсады? Аялдамаға кеткен уақыт графикте мынандай былай көрініп тұрады. Яғни ешқандай өзгерісі жоқ. 1-18-12 километрде бір қалыпты тұр. Сол осы аялдама. Яғни аялдама бізде сағат 6-дан бастап 10-ға шейін. Сонда 4 сағат қой. Сонда азайтамыз ғой. 10-нан 6 азайтамыз. Демек 4 сағат бойы еш жерге жылжымай аялдамада тұрды деген сөз. Келесі, үйге 6 километр қалғанға дейін саяхатшының жүрген уақытын табыңыз. Үйге 6 метр саяхатшының жүру графигі көрсетілген. Бір жаққа барып келген ғой айтқан сонда. Үйге 6 километр қалғанға дейін саяхатшының жүрген уақытын табыңыз. Енді 6 километр қарайықшы міне. 6 километр мына жерде. Сонымен қайтатын уақытына барайық. Қайтатын. Баратқан кездегі график қой, біз қайтатын керек, мынаған барамыз. Міне. Осы жер. Міне бір жерге барған, аялдап тұрған, енді қайтып келе жатыр. Сонда осы жердің жаңа уақыттан қарайық. Сонда 12 мен 4-тің арасында 13 қой. 13 сағат дейміз. 13 сағат. 6 километр қалғанға дейін саяхатшының жүрген уақыты 13 сағат. Енді соңғы сұрағы, алғашқы 2 сағатта турист қандай жылдамдықпен жүрді? Енді 2 сағат. Т тең 2 деп қоямыз. Т тең 2 сағат. 2 сағатта қандай қашықтыққа барды? 6 километрге барған.
S тең 6 километр. Сонда жылдамдық табу үшін S-ті т-ға бөлеміз, яғни 6-ны 2-ге бөлеміз. Болады 3 километр бөлінген сағат. Мінекей балалар, осындай тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Видеоны достарыңызға WhatsApp чаттар арқылы таратуды ұмытпаңыздар. Келесі сұраққа өтейік. Алтыншы тапсырма. Бір қорап кәмпит және 2 орам өрік 550 грамм дейді. Мына грамм, килограмм деп тұрғандардың бәрін граммға айналдырып тастаймыз ғой. Так, бір қорап кәмпит. Кәмпит дегенді біз X деп алайық. Бұл біздің кәмпит болсын. Кіреп қоя салайыншы. Сосын өрік бізде не болсын? Өрік кәмпит. Қараңыздар, бір қорап кәмпит және 2 орам өрік. Бір қорап кәмпит деген жай ғана X болады сонда. 2 орам өрік деген 2 Y болады. Осы екеуі 550 грамм екен. Енді 5 қорап кәмпит дейді, яғни 5X. Және 3 орам өрік дейді, және 3Y. Осы 1 килограмм 700 грамм екен. Енді 1 килограммда 1000 грамм болса, 1700 грамм деп есептейміз. 1700 грамм. Сонда бір қорап кәмпит неше грамм, бір орам. Жеке-жеке кәмпит пен өріктің жаңағы бағаларын сұрап жатыр. Міне осылай теңдеулер жүйесін құрастырамыздағыны енді қосу әдісімен шығаруды жөн көріп тұрмын. Қосу әдісімен шығарудың мағынасы екі теңдеуді қосқан кезде бір айнымалыдан құтылу, ал құтылу үшін 5x-ға мысалы минус 5x, яғни бір санға қарама-қарсы таңбалы санды қосуымыз керек. Кері сандар. Сонда 5x-ке минус 5x-ті қоссам жойылады. Демек мен жоғарыдағы теңдеуге минус 5-ті көбейтем. Минус 5-ті көбейтем. Сонда не болады? Астындағы теңдеу еш өзгеріссіз тұра береді. 5x 3y тең 1700 деп. Енді бәріне мына үшеуіне минус 5-ті көбейтіп шығамын. Яғни минус 5x. Ал 2-ге минус 5-ті көбейтсек минус 10 болады. Ал 550-ге минус 5-ті көбейтейік. 550 көбейтілген 5 2750 екен. Сонда минус 2750 ойын деп тұр. Енді осы екі теңдеуді бір-бірінен қосамыз. Қосқан кезде мына 5x пен минус 5x жойылады. А минус 10y плюс 3y қалады. Минус 10y плюс 3y. Минус 2750 қосылған мынау 1700. Сонда мына бізде минус 7y болайын деп тұр. А 2750-ден азайтатын болсақ 1700-ді болады 1050. Сонда 2 минус жойылады да 1050-ді 7-ге бөліп көреміз. 150 болады екен. 150. Міне кеңіздер y 150 шықса, енді x табу оңай. Мына жердегі x қосылған 2y емес, 2-ге мына 150-ді көбейтемізді 300 болады. Тең 550. Сонда x тең 550-ден 3-ді 250 қалады. Міне кеңіздер, сонда бір қорап кәмпит салмағы 250 грамм, ал бір орам өріктің салмағы y болған 150 грамм дейміз. Міне балалар, осындай тапсырма түсінікті болды деген ойдам, жалғастырайық. Жетінші соңғы тапсырма. Бірінші айнымалының мәні 2 еселенген екінші айнымалының мәні мен 5 санының айырмасына тең дейді. Так, бірінші айнымалымыз x болсын. Осы бірінші айнымалының мәні 2 еселенген екінші айнымалының дейді. 2 еселенген екінші айнымалының мәні мен 5 санының айырмасына тең дейді. Яғни бірай қыластыр. Енді берілген тұжырымды символдардың көмегімен жазыңыз деп жаздық. Келесі кезекте осы тәуелдікті кесте құрып графигін салуымыз керек. Кесте құрамыз. Кесте құруды былай кесте құра саламыз. Сосын кейін енді былай мәндерін береміз. Екі нүкте табу жеткілікті ғой. X, Y деп қойық. Енді бізде X, Y арқылы өрнектеліп тұрған екен, мына Y-тің орнына мән бере салғанымыз ыңғайлы. Енді 0 бере салатын болсақ, мысалы, мына 0 өкедетті минус 5 қалады. X-іміз минус 5. Енді оның орнына мысалы 2 беретін болсақ, 2-ге 2-ні көбейтсек 4-та, 4 азайту 5 минус 1 болады. Міне осы екі нүктені белгілейік. X минус 5, Y 0 деген ол мына нүкте. Минус 5 деге. Ал X минус 1, Y 2 деген, X-тің бойына минус 1-ге барамыз, Y-тің бойына 2-ге барамыз, сонда ол мына нүкте. Осы екі нүктені сызғыштың көмегімен қосатын болсаңыздар, болды. Мына берілген графиктеріңіз шыға келеді.
Міне балалар, осындай оңай ғана тапсырма екен соңғысы. Тағы да айта кетейін, барлық пәннен, басқа пәндерден ТЖБ видеоларын көргіңіз келсе, басқа нұсқа каналына өтіңіздер, сілтеме видеоның астында. Осымен видеомыз аяқталды. Каналға жазылып, қоңырау шаны басып қойыңыздар, және де достарыңызға таратыңыздар. Алда келатқан каникул, жазғы каникул жақсы, күшті, пайдалы, көңілді өтсін деген тілектемін. Сіздермен болған Заңғараға келесі кездескенше.